Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 122-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Дара және күрделі сын есімдерді ажыратамын. Мәтін бөліктерін ажыратамын. 5-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ерекшелігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп, сүңгуір қайық жасады. Инелікке қарап, тік ұшақ құрастырды. Мәтін не туралы? Мәтін адамзаттың табиғатты бақылауы арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапқаны туралы және ұшу құралдарының қалай пайда болғаны туралы айтылған. Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Басы, ортасы және мәтін соңы. Мәтін түрін анықта. Мәтіннің түрі сипаттау, өйткені бұл жерде заттарды сипаттап тұр. Алтыншы жаттығу. Ойлан, тап. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды? Өзің қалай ойлайсың? Сәйкестендіріп көр. Ұшақты құстардың ұшуына қарай, ұшуының ерекшеліктеріне қарай ойлап шығарды. Ал жер қазатын крандарды міне тұрған тышқан тәріздес жануарларға қарап ойлап тапты. Ал қайықты аққу құстарға қарап құрап шықты. Ал тік ұшақты инелікке қарап құрастырған. Ал сүңгуір қайықты балыққа қарап құрастырып шыққан болатын. 7-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Ақ орамал жамылған асқар шыңға өрледік. Асқақтата салдыған айдын көлде тербеліп. Сағи Жиенбаевтың өлеңі екен. Сын есімдердің астынсыз, олардың дара және күрделі екенін айт. Өлеңде сын есімдер ақ, асқар, айдын. Дара сын есім ақ, асқар, айдын. Балалар, енді келесі тапсырманы орындайық. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Бұл өлеңде қарамен жазылған сөз шыңға және көлде. Шыңға сөзінің түбірі шың, ға қосымшасы болып табылады. Көлде түбірі көл, де қосымшасы болып табылады. 8-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Алатаңнан тұрып ап, құба жоңға барамын. Ақбоз атқа мініп ап, жұлдыздайын ағамын. Тұрысбек Еділбай өлеңнің авторы. Күрделі сын есімнің астынсыз. Өлеңдегі сын есім, күрделі сын есім ақбоз. Ақбоз сөзінің астын сызамыз. Балалар, келесі тапсырма өлеңдегі ақбоз ат ұшу аппаратына жата ма? Қалай ойлайсыңдар? Ақбоз ат ұшу аппараттарына жатпайды. Жарайсыңдар балалар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.